Студенттік шақ. Бүгін Самал бәрімізді туған күніне арнайлап шақырған болатын. Мен де қызымды құр қалдырмайын деп оны да шақыра салдым. Сөйтіп бәріміз мәре-сере болып тілек тілеп көңіл көтердік. Бір кезде арамыздағы ең пысығы давай 100 граммнан көтере салайық деді. Ешкім қарсылық танытқан жоқ. Мен де ештеңе болмас деп көтере қойдым. Бір кезде өз-өзіме қарасам, бір 100 грамм емес, 2 бутылкіне тауысып қойыппын. Қасыма қарасам, қызым жадыраған жүзімен қарап отыр екен. Мен оның көзіне қарап күлімдеп қоямын. Сөйтіп оны тарпа бас салып келесі бөлмеге әкеттім. Таң ата есімді жидым. Жылама, әлі жассың деп мен оны жұбатып та қоямын. Сөйтіп екі жаққа кете бардық. Бір күні 3 күннен кейін ол маған хабарласып тұр. Менің аяғым ауыр, не істейміз дейді. Мен сасқанымнан, біз әлі жаспыз, мен ондай жауапкершілікті көтере алмаймын деп қана қоя салдым. Ол екінші рет хабарласты. Мен оған абортқа ақша бердім. Арамыздағы барлық қатынас бітіп, ол тым көрінбей кетті, хабарласпайды кетті. Мен оны бір апта іздедім. Бірақ проблемамның оңай шешілетініне қуанып та қуана жүре бердім. Сөйтіп колледж бітіріп, өзімнің армандаған сұлу бойжеткеніме де үйлендім. Екеуміздің ара қатынасымыз өте күшті болды. Ата-анаммен таныстырып, бәрі бақытты өмір сүре бастады. Бірақ та арада 9 жыл өтті. Ол балалы болған жоқ. Мен де үмітімді үзген жоқпын. Екеуміз жылап-сықтап Құдайдан тілеудеміз, бірақ бізге бала берген жоқ. Бір күні бір жаңалық естідім. Аяғы ауыр екен. Сөйтіп біз тап-тамаша болып қуанып кеттік. Мәре-сәре болғанымыз сонша қатты бір-бірімізді құшақтап алдық. Арада біраз уақыт өтті. Сөйтіп оның босанатын кезі де келді. Бірақ та ол босанар да қайтыс болғанын естідім. Мен қатты күйзеліске түстім. Одан бір ай өткен соң ата-анам қайтыс болды. Не істерімді білмей Аллаға жалынудамын. Неге бұлай болды деп. Бір кезде баяғы жас кезімдегі қызды есіме алдым. Мүмкін содан болар деп. Ол мені қарғады ма, или ол Алланың жазған маған қатыгездігі ме деп те ойландым. Сөйтіп барлығын деректерді іздеп мен оны табуға тырыстым. Ақыры мен оны бір ауылдан іздеп тауып алдым. Онымен кездесуге батылым бармай, әйтеуір оған бардым. Өз батылдығымды жинап, мені кешір деуге аузым жарамады сол кезде. Мен қазір айтқым келіп тұр дедім. Ол жылай салды. Не үшін келдің деп сұрады. Мен өз қателігімді түсіндім. Бірге қосылайық дедім. Сөйтіп екеуміз қосылдық. Бір кезде қарасам, оның баласы бар екен. Ол менің балам болып шықты. 15 жастағы ер бала. Мен қатты қуандым. Өзімнің ұрпағым бар екеніне. Алла ұлық. Сол кездегі қателігімді түсініп, басыма деген осындай қиыншылықтарды көтеріп жүргеніне өте алғысым шексіз деп мен оны құшақтап сүйіп алдым. Қазіргі таңда екеуміздің 2 баламыз бар. Адамдарға айтарым, ешкімге ешқандай қиянат жасамағаныңыз жөн. Ол бәрібір де алдарыңызға келеді. Сол үшін ешкімге қиянат жасамай жақсылық жасап жүргендеріңізді қалаймын. Сау болыңыздар.